Қарағандылық науқастар енді сағаттап кезекте тұрмайтын болды. Олар ауруханаға келген негізгі мәселелерін видео байланыс арқылы денсаулық сақтау басқармасына жолдай алады. Жаңа құрылған аймағымыздың барлық негізгі ауруханалары мен адам қарасы көп денсаулық сақтау ғимаратында орналастырылмақ. Мұндай ақпаратты облысымыздың бас дәрігері Ержан Нұрлыбаев басқармада өткен жиында айтты. Сонымен қатар дөңгелек үстел барысында емханалардағы тұрмыстық жемқорлыққа қарсы жүргізілетін шараларда талқыға салынды. Здравствуйте. Как вас зовут? Облыстық денсаулық сақтау басқармасының кол орталығында жаңа технологиялармен байытылған сары жәшік орналастырылды. Ұсыныстар мен арыздар бұрышының қасынан орын алған заманауи құрылғы келушілерге ешқандай соңы жоқ кезекте тұрмай-ақ келген сұрағын тікелей арнайы мамандарға жолдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ науқастың мәселесін сол мезетте шешуіне жағдай жасалып, бірден онлайн консультацияларда алуына болады. Құрылғының басты артықшылықтарының бірі өңіріміздің шалғай аудандарындағы науқастар облыс орталығының мамандарына тікелей хабарласып, мазалап жүрген сұрағына жауап ала алады. Мінекей мұның бәрі тап осы сәтте орын алып жатыр. Қандай да бір медициналық мекеменің кол орталығына қоңырау түсетін болады. Адаммен тікелей байланыс орнатылып, оның қандай мәселесі бар екенін анықтайды. Ал әртүрлі қажет емес қоңыраулардан, анонимді хабарласушылардан сақтану мақсатында жеке куәліктегі штрих-кодты анықтаушы арнайы құрылғыны орнатамыз. Жиын барысында медицина мекемелерінде орын алатын тұрмыстық жемқорлық мәселесі де назардан тыс қалмады. Облыста жемқорлық белгілерімен күресуші департаменттің басшысы Жандос Сәрсенов өткен жылдың өзінде бірнеше жалған анықтамалар беру фактісі орын алғандығын атап өтті. Сондықтан денсаулық сақтау қызметкерлері өзекті мәселенің шешімі ретінде дамумен тұялы қосымшасын ұсынып отыр. Аталмыш жүйе арқылы барлық жұмыс берушілер қызметкерінің кез келген медициналық құжатын QR-код арқылы тексеріп заңдылығын анықтай алады. Осылайша тұрмыстық жемқорлықтың алдын алуға болады. Сарыарқа адалдық алаңы жобасының аясында денсаулық сақтау басқармасымен бірлесе аталмыш фактілерге жол бермеу шаралары ұйымдастырылды. Атап өтерлігі, біздің жобаның жоспары көп және жыл бойы жүзеге асырамыз. Облыс көлемінде негізгі сала өкілдерімен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Айта кетерлігі, видео байланысқа шығатын кол орталықтарының қызметкерлері арнайы дайындықтан өтіпті. Олардың басым бөлігі психолог мамандары көрінеді. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.